Асты бисмилля деп баста, асты бисмиллясыз жеме деген тыйым бар. Діни кітаптарда бисмиллясыз ас ібілістің қорегі делінеді. Бұл жағдайда мынандай аңыз бар. Ертеде әділ қой бағып, қабыл егін егіп, тынбай еңбек етіпті. Қарындары ашып, тамақтанар кезде қастарына ібіліс келіп, маған да үлес тиіп қалар мекен деп дәмеленеді екен. Әбіл асты бисмилля деп қол созғанда шайтанның үміті кесіліп, қап, бүгін жолым болмады, тамағына ортақтасам деп күні бойы жанында жүріп едім. Бисмилля деп асты адалға айналдырды. Маған бұл жерде орын жоқ деп ызаланып кетіп қалады екен. Қабылдың жанына келгенде ол асты қалай болса солай жей береді екен. Қабылдың осы қылығы шайтанға жақсы көрініпті. Бисмиллясыз асқа ібілістей келіп ауыз салыпты. Қабылдың әбілді өлтіруіне осы жағдай әсер еткен деседі. Бисмиллясыз жеген ас ібілістің тамағы деген сөз осыдан қалған десті. Шиш пайғамбар адам ата құттың басы бисмилля, құт жұқсын десен Құдайға шүкіршілік ет, бетіңді сипа деп өсиет айтыпты. Содан бастап Шиш өсиетті қаза етпей дәстүрге айналдырыпты. Ібіліс қарғыс қамытын киген кезде Тәңірден дәт сұрапты. Татыңды айт дейді Құдай. Ұзақ жыл құлшылық еттім. Сендей ұлы Аллаға құлдардың еңбек ақысын қалдырмау лайық емес. Соның өтеуін бер дейді. Не сұрайсың дейді Құдай. Мені дәргейінен қуып, адамға баспана бердің. Менің баспанам қайда дейді. Монша мен дәретхана сенің мекенің. Құлшылық қылатын жерім бар еді, енді оны қайдан табамын? Базар атаулы сенің құлшылық орның болады. Адамға оқу үшін Құран бердің, маған не бересің? Сыпсын сөз, өсек аян сенің қасиетті кітабың болар. Адамға қорек үшін дәм тағам бердің, менің тағамым қайда? Біреу бисмиллясыз ас ішсе, дастарханда бата қайырмаса, сол ас саған бұйырсын депті. Ібіліс алған олжасына масайрап, Құдайдың дәргейінен қуылып кете береді. Содан бері өзіміздің қорегімізді жейміз деп әр үйдің дастарханын аңдиды екен. Мәшһүр Жүсіп Көпейдің жырлаған аңыздарында ібіліс жаралған әурелікке менің басым не керек, мұнша дәурен сүрген жасым, ас қорек адамға тағам бердің, кәнекей ішіп жейтін менің асым деп сұрайды. Сонда Тәңірісі, еңбегің еш пенденің жемейміз біз, өз пиғылым болып тұрған өзіңе кес, тағамның сенің малғын осы болсын, аш ішсе біреу бисмиллясыз деп жауап берген екен. Тағы бір аңызда ібіліс барлық шайтанды жинап, бүгін тойға барамыз, тамаққа тоямыз, бала-шағаны түгел жинаңдар. Бір пақыр той жасап жатыр, өзі дінге әлсіз, тыйым талапқа салақ, қарын бір тойса, соның дастарханнан тояды дейді. Барлық шайтан қуанып тойға асығады. Тойда тойбастар таратылып, әулеттің сөз ұстайтын беделі ақсақалы алға шығады да бисмилля деп сөз бастапты. Бұл сөзді естігенде ібіліс, қап, бұл ас бізге бұйырмады деп шарасыз халде отырыста кетіп қалыпты. Бұл жағдайда жыр дастандарда айтылған имамдардан кітаптар да көп. Бәрінің басында бір бисмиллясы. Дүниеде жүргенде әрбір адам айтпастан бисмилляны ішсе тағам қосылып шайтан лағын бірге ішеді. Адағы болғанша бәрін тамам деп айтылған. Қисса Сүл Әнбия аңызында Нұх пайғамбардың бисмилля сөзімен құждың қарын тойдырғанын айтылады. Құж кесір мінезді, оны істі терісінен істейтін қыңыр болыпты. Ұзын бойы таудан асып, бұлттар алқа сияқты мойнына ілініп тұратын. Жалғыз өзі таудың үңгірінде жататын. Құждың бір ғана қайғысы қарын тойғызу. Іштегі тәулік бойы шұрқырап тұратын, ертелі-кеш орманнан отын шауып нәпақа айырып жүреді. Бірден Нұх құжды шақырып ағаштарды тасып беруін өтінеді. Сонда құж, қарнымды тойғызсаң ағашты тасиын, тойып тамақ ішу маған арман.
мысалы ас жеп қарным жұбанған емес дейді. Айтқаным болсын дейді пайғамбар. Құж ертесінде Нұхтың ағаштарын тасып береді. Жұмысы біткен соң Нұх оның алдына бір шелек әкеліп қояды. Өй, мынауың жұмырыма жұқ болмайды ғой деп құж ашуланады. Бисмилля деп же, сонда тоясың дейді пайғамбар. Құж бисмилля деп шелектің жартысын жегенде тоқтығын білінді. Жартысынан қалтасына салып алды да қарны тойғанша мәз болып жөніне кеткен екен. Сондықтан ас ішер бұрын бисмилля деп ішейік.